Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгін сіздерге 8 сынып оқушылары мен оқу мақсатына сәйкес оқушының функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған тапсырмаларымды сабағымда қалай қолданамын, соны сіздерге ұсынбақшымын. Сабағымның тақырыбы оттегі, алыну жолы, қасиеттері және қолданылуы. Практикалық жұмыс номер 6: оттегін алу және оның қасиеттерін зерттеу. Сабағымыздың оқу мақсаты ауа құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық мөлшерін білу, оттекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын зерттеу. Балалар, сабаққа дайынбыз ба? Сіздерге ауа құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық мөлшерін білу оқу мақсатына сай, балалар, сіздерге оттегі мәтін дайындадым. Осы мәтінде оқимыз бірінші мәтінді, және де осы мәтінді оқи отырып келесі сұраққа жауап береміз. Ендеше, оттегі химияның ең маңызды элементі және жер бетіндегі көптеген тірі ағзалардың тыныс алу қамтамасыз етеді. Оттегісіз біз бірнеше минут қана өмір сүре аламыз. Жасушалар мен талшықтар өмір тіршілігіне қажетті өздеріндегі энергияны босата отырып, органикалық заттарды тотықтыру үшін оттегіні пайдаланады. Оттегінің физиологиялық әсері өте көп қырлы, алайда оның емдік әсерінде маңызды рөлді ағза талшықтардағы оттегі жетіспеушілігінің орнына қайта келтіру қабілеті атқарады. Жарайсыздар. Ендеше сұрақ: диаграмманы қолдана отырып, ағзаңыздағы оттегінің массасын анықтаңыздар. Яғни массаларыңызды анықтап, чатқа жазып жіберсеңіздер болады. Уақыт, балалар. Кім есептеп болды? Мен болдым, апай. Мысалы, менің салмағым 50 килограмм болады. Адам ағзасындағы оттегі элементі 62% құрайды. Мен өз салмағымды 62%-ға көбейттім. Яғни 62% көбейтілген 50, оны 100%-ға бөлемін. Сонда менде 31 килограмм шықты. Жарайсың, Дарина, керемет. Яғни бізде ағзамыздағы оттегіні есептеу үшін не істеуіміз керек екен? Адамның салмағын, денесінің салмағын 62%-ға көбейтіп, 100%-ға көбейтуіміз керек екен. Бақталі, сенікі қанша шықты? Менікі 34,1%. Дәл осылай есептедің ғой, е? Иә. Жарайсыздар. Келесі тапсырма оттекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын зерттеу оқу мақсатына сәйкес келеді. Яғни бірінші практикалық жұмыс номер 6: оттек газын алу және оның қасиеттерін зерттеу бойынша практикалық жұмысты көріп аламыз. Пероксидінен оттек газын аламыз. Ол үшін сутегі пероксиді, өршіткі рөліндегі марганец 4 оксиді және химиялық стакан. Сутегі пероксидін стаканға құямыз. Марганец 4 оксидін саламыз. Осы кезде оттегі бөлінді. Жоқтаған таяқшаны апарғанда лапылдап жанады. Бұдан оттекте заттардың жақсы жанатынын білдік. Химиялық реакция жылдамдығын тездетіп, реакция соңында жұмсалмай қалатын зат өршіткі деп аталады. Қалай ойлайсыздар? Эксперимент нәтижесінде қандай газ бөлінді? Оттек газ бөлінді. Жарайсыздар. Екінші сұрақ: сутегі асқын тоттығының айырылу реакция теңдеуін жазыңыздар. Катализатор ретінде қосылған қосылысты атаңыздар. Чатқа жазып жіберейік, айырылу реакция теңдеуін.
Иә, Дана, жарайсың. Сутегі және оттегі түзіледі екен. Иә, Дарина, керемет. Яғни бұл жердегі осы реакцияның жылдамдату үшін қандай катализатор қосылды, балалар? Камила, керемет. Қандай катализатор қосылды? Марганцовка. 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 Иә, марганцовка немесе калий перманганаты деп атаймыз, иә? Керемет. Эксперимент нәтижесінде дәл сол газдың бөлінгенін қалай дәлелдейсіздер? Яғни оттек газының бөлінгенін қалай дәлелдеп айта аласыздар? Шоқты шырпыны бөлінген газға апарған кезде ол жанады. Яғни оттегі нені қолдайды екен? Оттегі жануды қолдайды. Жануды қолдайды. Керемет, өте жақсы. Келесі тапсырма Пресли тәжірибесі. Оттегінің қасиеттерін зерттей отырып, 1771 жылы ағылшын химигі Джозефер Пресли тәжірибе жасайды. Ол екі шыны қалпақшаны алып, бірінші шыны қалпақшаның астына тышқанның өзін қалдырады, ал екінші шыны қалпақшаға тышқан және жалбыз бұтағын салады. 5 сағаттан соң бірінші шыны қалпақшадағы тышқан өліп қалады. Екінші қалпақшадағы тышқан тірі жүреді. Сұрақ: неліктен жалбыз бұтағы бар ыдыстағы тышқан тірі қалды, ал екінші ыдыстағы тышқан қайтыс болды? Кімнің қандай Себебі болды? бірінші шынында фотосинтез процесі жүрді. Ол қай қалпақшада? Шыны қалпақшада? Екінші Жалбызы бар. Жалбызы бар. Ал біріншісінде ауаның құрамында оттегі болмағандықтан тышқан өліп қалды. Иә, яғни дұрыс жауабы, балалар, бірінші шыны қалпақшаның ауа құрамында оттегі жоқ. Дұрыс айтады Дарина. Көмір шыл газының пайызы әдеттегіден жоғары болады, себебі тышқан оттегімен тыныс алып, көмір шыл газын бөледі. Ауаның құрамындағы оттегі болмағандықтан тышқан өліп қалады. Ал екінші шыны қалпақшадағы жалбыз бұтағы болады, яғни ол ауаны тазартып отырады. Сол себепті тышқан тірі болады. Бұл шыны қалпақшада фотосинтез процесі жүзеге асады. Балалар, керемет жауаптарыңыз, өте қанағаттанарлықтай. Оқу тапсырмасы айналымдарды жүзеге асырасыздар. Және де оттегі алынуы қасиеттері тақырыбын оқисыздар. Ендеше сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.